Саламатсыздар ма, құрметті достар? Қазір мен сіздерге Faberlic 2.0 приложениесімен тапсырыс беруді көрсетемін. Приложенияға кіргеннен кейін сіздер зарегистрироваться деген жерге кірмейсіздер, войти деп басасыздар. Өйткені сіздер тіркелгенсіздер. Номер покупателя или телефона деген жерге логиніңізді жазасыз. Ол логин бізге сообщениемен келген болатын, яғни 9 саннан тұрады. Және төменгі жағына парольдарыңызды жазасыздар. Сіздердің личный кабинеттеріңіз ашылады. Личный кабинетіңізге кіргеннен кейін настройки региональности деген жерге кіреміз. Тілімізді таңдап, және выберите страну деген жерге Қазақстанды таңдаймыз. Городқа өз қалаңызды таңдайсыз. Мысалы, менде Қызылорда қаласы болғандықтан Қызылорданы таңдадым. Төменгі жағында главные товары, корзина, каталоги, профиль деп тұрады. Каталоги деген жерге кірсеңіздер, сіздерге осы қазіргі болып жатқан каталог, келесі каталог, және де Бурматиков, Биоси каталогтары шығатын болады. Енді товары деген жерге кірсек, новинки, акции, распродажи, уход, макияж, мода, парфюмерия, детям деп бөлімдері шығады. Осының ішінде моданы таңдайық. Өзімізге, мысалы, көйлекті іздейік. Көйлекті іздеген кезде женщинамды басасыз, одежда дегенді басасыз, платье деп басамыз. Платьені басқан кезде көйлектердің түрі шығады. Осы жерден көйлектердің өзіңізге ұнаған фасонын іздейсіз, түріне қарап, түсіне қарап, фасонына қарап бір көйлекті таңдайсыз, сол көйлектің тұсын басасыз. Сол көйлекті басқан кезде сол көйлек туралы барлық мағлұмат шығады. Яғни 40-42, 44 размер бар деп тұр бұл жерде. Және ол көйлектің матасы, размерлері, қалай пайдалану керек, қалай уход жасау керек, барлығы шығады. Және отзывтар шығады. Сол отзывтарды оқып, сол көйлек жайында барлығын толық біле аласыз. Енді осы таңдаған көйлегімізді тапсырыс берейік. Біз 44 размерін таңдаймыз, в корзину деп басамыз. Мінеке корзинаға салынды. Енді бізге ерлерге арналған парфюм қажет. Оны парфюмерия деген бөлімнен қараймыз. Мужчинам деп басамыз. Ароматы. Мінеке осы жерде парфюмдардың түрі шығады. Бізге 8 элемент керек. Оң жағындағы корзинаны басып, корзинаға саламыз. Мінеке мына жерде новинки деген жерден сіздер осы каталогтегі жаңадан шыққан жаңа топтамамен таныса аласыздар. Осы жерде жаңа біздің парфюміміз шыққан. В корзину деп басамыз. Енді осы корзинаға салған өнімдеріміздің барлығын тексереміз. Корзина дегенді басып, барлығын тексеріп, бағасын барлығын көріп, одан кейін офисті таңдаймыз. Офисті таңдаған кезде добавить деп адресті іздейміз. Қазақстан, мысалы Қызылордада маған өзіме жақын райондағы орналасқан офисті таңдаймын. Алдымен карта бойынша қарауларыңызға болады. Мінеке картадан өзіңіздің үй жағыңыздағы офисті таңдайсыз. Немесе список бойынша таңдауыңызға болады. Осылай добавить етеміз. Выбрать. Енді тапсырысымызды берейік. Эксклюзивные акция деген жерге кіреміз. Ол жерде подарок, бонус, распродажадағы өнімдер көрсетіледі. Подарок за заказ дегеніміз, ол сары жолақпен белгіленген консультанттардың сыйлығы. Осы каталогте, мысалы, сыйлыққа туш беріліп жатыр. Белгілейміз, корзинаға салып, применить деп басамыз.
Одан кейін товар дня, бұл бүгінгі жеңілдікпен тұрған өнім. Каталоги дегенді бассаңыз, каталогтар шығады. Распродажы басып көрейік. Ол жерде 75% жеңілдікпен тұрған өнімдер шығады. Мысалы, осы жерден біз бір өнімді таңдайық. Крем для чистки металлических поверхностей және крем для кожи векті басып корзинаға саламыз. Мінекей корзинамызда осындай өнімдерді салып, қазір тапсырысымызды жалғастырамыз. Егер қажет емес өнім керек болса, минусты басып корзинадан алып тастаймыз. Мінекей заказымыз дайын болды. Продолжить деп басамыз. Продолжить деп басқаннан кейін осындай окошко шығады. Осы жерден қанша балл жасағаныңызды және қанша теңге төлеу қажетіңіз барлығы көрсетіліп тұрады. Әрі қарай заказать деп заказыңызды жібересіз. Енді мен бұл жерде заказды сіздерге үлгі ретінде көрсетіп тұрғасын, заказать деп баспаймын. Әрі қарай заказыңызды көру үшін мои заказы деген жерді басасыз. Осы жерде соңғы жіберген заказыңыз көрінеді. Подробнее бассақ, мінекей, қандай өнім тапсырыс бергеніңіз, қанша теңгеден барлығы шығады, қанша теңге төлеу керек, өз бағасы қанша теңге, скидкасы болды ма, болмады ма, барлығы көрінеді. Осымен заказыңыз жасалды. Құттықтаймын.